Баршаңызға сәлем достар. Қазақстан Халқы Ассамблеясы каналының көрермендері, сіздермен мен Темірлан. Бүгінгі ассамблеяның қандай жұмыстар атқарады, қандай қызметтері бар, соны толығырақ айтатын боламын. Жалпы Қазақстан Халқы Ассамблеясы 1995 жылы 1 наурызда елбасының жарлығымен мемлекет жанындағы консультативті кеңесші орган болып табылады. Және осы туралы тағы да толығырақ мәліметтер айтатын боламын. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, қызықтың бәрі әлі алда. Бүгін бізде қонақта қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысының орынбасары Ексанова Жамал Сағынғалиқызы келіп отыр. Жамал Сағынғалин, бүгінгі біздің каналымызға сұхбат беруге келіскеніңізге көп рахмет. Енді жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз Қазақстан Халқы Ассамблеясы жалпы қандай қызметпен атқарады, сол жайында айтатын боламыз. Енді бастамасында өзім алғашқы сұрақтардың бірін қойайын. Қазақстан Халқы Ассамблеясының жалпы тарихын айта кетсеңіз өзіңіздің. Енді Батыс Қазақстан облысы Қазақстан Халқы Ассамблеясының тарихына тоқталатын болсақ, былтыр біз 25 жылдығын атап өттік ассамблеяның. Яғни бұл біздің Қазақстан Республикасы тәуелсіздігімен тұспа-тұс келе жатқан бір үлкен институттың бірі. Алғашқы жылдары 95-97 жылдары бізде тек қана 7 жаңа этномәдени орталық болған. Оларда ұйым болып саналатын. Сөйтіп келе жаңа кіші ассамблея деп аталып кетті. Одан кейін қазіргі таңда Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрамында әрине толықтырылып, бүгінгі таңда Батыс Қазақстан облысы бойынша айтатын болсақ, бізде 54 этномәдени бірлестік бар. Сонымен қатар қоғамдық келісім кеңестері бар, құрылымдық бөлімшелерін атап өтсек, аналар, ақсақалдар кеңесі бар, журналистер тобы, ғылыми сараптамалық топ, ассамблеяның кафедрасы бар, жастар қозғалысы жаңғыру жолы, еріктілер белсенді жұмыс атқарып жатыр. Және де әрбір мектепте достық клубтары орналасқан болатын. Мінекей осындай күш, осындай құрылыммен ол 20 мыңнан астам адам белсенділері қатысқан болатын бұған. Сондай топпен қазір біздегі жұмыстанып отырмыз бүгінгі таңда. Жаңа айтып кеткенде, енді бүгінгі таңда ассамблея алтын көпірге айналып, халықпен, халықтың мұң-мұқтажы, халықтың көкейіндегі мәселелерді өздерінің отырыстарында қарастырып, шешім қабылдап, соны мемлекеттік тиісті органдарға жолдап, жұмыс сол бағытта атқарылып келеді. Енді ассамблеяның ең жаңа биік, ең басшысы, ең үлкен органы сессия болып келеді. Сессия осы күнге дейін бізде республика деңгейде 29 сессия биыл апрель айында өткен болатын. Сол сессияның тапсырмасы бойынша президент, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасы 5 қағидат бойынша біздер қазір сол жұмысымыз соған бағыттап отырмыз. Енді әрине бұл деген халықтың жалпы әл-ауқатын жақсарту, сол бағытта жаңа инновациялық технологияларды қабылдау, қолдану. Сонымен қатар бұл жерде деген мына әлеуметтік салаға көп қайырымдылық деп жатырмыз. Сонымен қатар тіл мәселесі. Мінекей осындай мәселелерді бізде деген осы 29-шы сессияда өткен тапсырмаларды орындау барысында кеше ғана тек өзіміздің облыстық сессиямыз өтті. Сол жерде бізде деген сессиямызды жаңа сессияға тоқталып жатқан неліктен, себебі біздің сол ең бағалайтын, ең ерекше органымыздың бірі, үлкен деп айтуға болады. Мінекей сол сессияда біздер деген биыл ерекше өткіздік. 3 панельдік секция болды. 3 панельдік секцияда жаңа әртүрлі мәселелер қаралып, соның барлығы да ауылдағы халықтың, қарапайым халықтың өмір деңгейін арттыру, жақсарту деген сияқты, жастарды тарту, белсенділік, жастардың жаңа деген белсенділігін танытып отырып, оларды деген қандай жаңа технологияларды қолданып, қандай жұмыс атқарып жатыр. Мінекей осы мәселелер қаралып, облыс әкімінің тарабынан, яғни ол кісі деген бізде ассамблеяның төрағасы болып келеді. Сондықтан да сол
қорытындысы бойынша тиісті шешімдер қабылданып, жаңа сол айтып кеткен жоғарыда аталып кеткен мәселелер бойынша қолдау, қаражат бөлу, орын табу деген сияқты шешімдер қабылданды. Мінекей тағы да айтатын болсақ, егер де ассамблеяның жұмысы, айтып кеттім ғой, тек қана біз этномәдени орталықтармен шектелмейміз, көп деген күш, ол деген барлық деңгейде де, яғни облыстық, қалалық, аудандық, ауылдық жерлерде қоғамдық келісім кеңестері, аналар кеңестері және ақсақалдар кеңестері жұмыс атқарып отыр. Мінекей осы күшпен біз деген мына мемлекеттік органға көмек ретінде өздеріміздің әртүрлі мәселеге отырыстарда талқылап, өз ұсынымдарымызды, шешімдерімізді жолдап отырамыз. Сосын оның деген қорытындысы бойынша жаңа деген не орындалды, қалай орындалды, орындалды ма жоқ па деген сияқты келесі отырыстарда соның бәрін қарап отырамыз. Бұл енді былайша айтқанда екі жақты көзқарас, екі жақты жұмыстың орындалуын бақылау. Сонымен қатар енді біздерде әр кеңестің тарабынан жұмыс органдары бар, жұмыс топтары бар. Олар деген өте жаңа деген күрделі жұмыспен айналысады. Былай айтқанда, сол жаңа шешілмей жатқан мәселелерді жолға қою бағытында ұсыныстар беріп, қатысып, кеңестерге қатысып отырады. Енді былтырдан бері біздің жұмысымызда өзгерді. Бір басқа бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Басында қиындау болды. Қазір оған да үйрендік. Онлайн форматта біздің деген кеңестердің өкілдері жастарына қарамастан, біз содан ойлап едік, бұл үлкен кісілер қалай болады, қалай бұлар интернетті қолдана ма жоқ па деген сияқты. Жоқ, олай емес екен. Керемет, жақсы, қазір деген тәсілге айналды, керемет. Барлық шараларымыз онлайн форматта өтіп жатыр. Отырыстардың бәрі өтті, шешімдер қабылданды. Сонымен қатар шешім бойынша қабылданған жұмыстарды атқарып келеді. Соған біз деген енді мәлімет жинақтап, 90-дық, жартыжылдық ақпараттарды есеп ретінде беріп отырмыз. Енді бір тағы да ерекшелігін айтуға, ассамблеяның бізде биыл жақсы қайырымдылық жолға қойылды, былтырдан бастап, яғни қайырымдылық аясында этномәдени орталықтар, үлкен жасына қарамастан, айтамыз ғой, серебряный волонтеры, жастардың арасында волонтерлар бар, барлығы да қол ұшын созып, аянбастан қаражат жағынан да, уақыт жағынан да, ой, кеңес деген сияқты сондай бағытта көптеген жұмыстар жүргізілді. Ол енді әлеуметтік желіде көп таралған, оны қайталауға қаншасы өте ассамблея сол енді ел болып көтерілгенде сол бағытта ассамблеяда тыс қалған жоқ. Кәдімгі ең алды болмағанмен сол қалмастан өз жұмысын тиісті жұмыстарын атқарды. Арысқа жағдай болған. Мақтаарал ауданына да сол жарыс болғанда су басып кетті, онда да. Осы жаңа айтып отқан енді 1995 жылдан бастап өз жұмысын бастаса, осы күнге дейін қандай жұмыстар, енді қиыншылық кезеңдер. Енді бастағанда айтып отырмын ғой, бізде деген тек қана мәдени жұмыстар атқарылды, енді алда қандай жоспарлар бар деген сұрақтар. Көптеген жұмыстар атқарылды ғой, әрине айтып отырмын ғой. Енді бізде деген біздің ең бірінші мақсатымыз қоғамдық тыныштық, қоғамдық келісім сақтау, қоғамдық жаңа деген келісіммен отыра ұлтаралық келісім. Келісім қазақтарға да мықтық келісім керек. Өзімізге де, өзіміз міне жаңа деген көп ұлтты осы жерді мекендеп отқан жергілікті тұрғындармыз ғой. Мінекей біздерге де, өзімізге де сол келісім өте қажет. Сонда бір үлгі болатындай. Қазір деген мына істеп жатқан жұмыстарымыздың бірі, атап айтатын болсақ, біздер деген жаңадан тіл мұра қоғамдық қорын құрдық. Ол қор деген қазір деген мына өздерінің қатарында көптеген жастар, өзге ұлттың жастары өздері жаңа мемлекеттік тілді жетік меңгерген. Мінекей бұлар арқылы мекемелерге барып, сол тілдің мәселесін көтеріп, яғни қоғамда қандай мәселе бар, сол мәселеге осал жерлеріне ассамблея кірісіп, жаңа өзінің көмегін көрсетіп, жаңағыдай өзге ұлттар қазақша сайрап тұрғанда, қазақтардың өзі неге тіл білмейді деген сияқты бір кішкене намысы бар, сондай бір ой туғызатындай, бір шешім қабылдайтындай сондай бір шаралардың басында бізде осы өзге ұлттардың өкілдері тіл мәселесімен айналысып жүргені баршылық.
ғылыми сараптамалық топтан біздер деген не күтеміз? Бізге осы қоғамдағы болып жатқан ахуалға жаңа не баға беру. Қаншалықты бізде келісім бар, қаншалықты біз қандай мәселе бар, сол мәселеге көңіл бөліп, жаңа әлеуметтік зерттеудің қорытындысын қарай отырып, ескере отырып, біз деген жаңа деген жұмысымызды сол жаққа бағыттаймыз. Қоғамдық келісім кеңестері мысалы деген аудан болсын, қала болсын, олар деген мына ауыл тұрғындардың жағдайы. Сол жерде агросекторда қандай проблемалар бар, немесе су жабдықтау, немесе жаңа деген мектептің абаттандыру, жолды абаттандыру деген сияқты сол тап қолдармен барып істемегенмен сол мәселені көтеріп, мынандай жерде осыған көңіл бөлуіңізді сұраймыз. Немесе мына жерде мына істеліп жатыр, соған бір қолдау керек деген сияқты араларында жүріп, сол елде көріп отырып, жағдайды байқап отырып, ұсыныстарын беріп отыратын біздің кеңестердің құрамында сондай өздері кезінде лауазымды адамдар, қазір енді халық сыйлайтын, сондай сөз өтетін адамдар өз үлесін қосып отыр. Келесі сұрақ енді Қазақстан Халқы Ассамблеясының қанша жұмыстары бар, қанша істері бар? Жалпы осы халықтың арасында жалпы ассамблеяны көп біле бермейтіндер, мысалы менің достарымның арасында қайда істейсің дегенде Қазақстан Халқы Ассамблеясына деген ансамбльде істейсің бе деген сұрақтар болып қалады. Енді жалпы сырттан білінбегенмен іштегі жұмыстары толығырақ насихаттау жағынан жаңағы әлеуметтік желі болсын, сол жағынан қаншалықты насихат жүріп жатыр қазіргі таңда? Енді шынымен де солай, ассамблея біріне қалыптасып қалған бір сондай бір көзқарас бар. Жаңа би билеп, ән айтып жүретін ассамблея деп, қазіргі таңда әрине ассамблея ол мүлдем басқа жұмысы. Жаңа айтып кеттім, ғылыми сараптамалық топ деген ол деген ғылыми түрде зерттеліп, баға беріліп отырады. Ол жерде ескеріліп отырады, қаншалықты біз жұмысымыз қайда бұру деген сияқты. Жаңа кеңестердің бәрінің деген олар деген отырыстарында неше түрлі әлеуметтік жағдай қарастырылып тұрады. Сонымен қатар этномәдени орталықтар бұрын егерде тек қана өзінің дәстүрін, өзінің деген әлгі мәдениетін, салт дәстүрімен, тілін, ұлттық киіммен, өзінің ұлттық тағамын насихаттайтын болса, қазіргі таңда бұл қоғамды мазалайтын, жалпы мына қазақ жұртшылығын қандай мазалайтын мәселемен айналысып, сол топқа кіріп, сол топтың ішінде бірге араласып жұмыс істеу деген көзделіп отыр. Осы орайда деген өзіңізге мәлім, былтырдан бері Орал қаласында скверлар, мына этномәдени орталықтардың бастамасымен сквер ашу бастау алды. Қазір бұл жалғасын табуда. Әрине бұл үлкен қаражатқа тіреліп отыр. Мысалы деген Кәріс этномәдени орталығы денсаулық алаңын ашты. Бұл жерде миллионнан астам, 3 миллионға дейін жаңағыдай қаражаты бөлінген екен өзінің қалтасынан. Мінекей соның бәрін қазір қаланың тұрғындары рахметін айтап, қолданып, денсаулығына әсер тигізеді себебі деген. Қолданып отыр. Сол сияқты мына Әзербайжандарда қазір ашайын деп жатыр, жұмыстанып жатыр. Татар этномәдени орталық. Әр этномәдени орталықтың белгіленген көшесі бар. Орал қала әкімімен ол туралы кездесу болды. Кездесуде көшелер белгіленді. Былтырдан бастап, енді былтырдан бастап пандемияға байланысты кішкене тоқталып қалып жатыр бұл жұмыс. Бірақ та бұл өзінің жалғасын әрине міндетті түрде табады. Сонымен қатар өзіңізге мәлім, бізде деген мына субботник дейміз, ненің осы мына ассамблеяның үйінің айналасын абаттандыру, гүлдер, гүл шоқтарымыз егіп, теректерді егіп, және де мына шалғай ауданда орналасқан Бәйтерек ауданының Өркен ауылында біздер сол мектепті, сол ауылды өзіміздің ассамблеяның көмек көрсету ретінде алып, сонымен жұмыстан сол жерде сад дружбы, енді достық саябағы ашылған болатын. Ол тек қана терек егу емес, ол жерде деген жаңа деген светін өткізіп, асфальттап, заборын қойып, бәрін жақсылап тұрып, кәдімгідей қаланың саябағынан ешқандай кем-емес, теректер өсіп жатыр, алма ағаштар гүлденіп жатыр қазіргі таңда. Сондай көмек. Сонымен қатар енді көптеген қайырымдылық шаралар өздерінің қаражатын бөліп отыр. Мектепке бару мектепке жол дейміз. Ораза кезінде көптеген біздің этномәдени орталықтар көмектесіп жатады. Ол да қоғамда деген айтылған қазіргі берген тапсырманың бірі қоғамның жұмысымен айналысу. Қоғамды қандай мәселе мазалайды, соған кірісіп, тікелей тек қана өз алдына өздерінің дәстүрін насихаттау. Бірақ та
осы елде тұрғасын, осы елдің жағдайын ойлау, ары қарай өздерінің көмектерін көрсету. Міне осы бағытта жұмыстар атқарылып жатыр. Жақсы, енді осы соңғы сұрағым болсын. Жалпы жастарымыз енді қазір ұлттың жалғасы жастарымыз ғой, ұрпақ, келешек ұрпақ. Солардың мысалы ассамблеяда жалпы басқа ұлт өкілдері болсын, жалпы өзіміздің қазақ халқының ұл қыздары болсын, ассамблеяға қандай, мысалы келген кезде бір жобалар болады, жаңағы тағы да бір проекті деп айтамыз, сондай қандай жобаларды жастардың келген кезде қолдай алады мысалы? Енді жастармен деген жұмыс деген бұл жерде айтып отырмын ғой, құрылған жаңғыру жолы жастар қозғалысы, соның құрамында олар деген қайырымдылықпен айналысады, өздері көмектеседі, ішкі саясат басқармасын, жастар басқармасымен бірігіп меморандум жасаған болатынбыз. Осы орайда деген жобаларға олар деген өздері егер де қоғамдық бірлестік ретінде тіркелсе ресми түрде, әрине олар қолдау жоба арқылы атқарып отыр, көптеген жобаларға қатысып отыр, қатысатындары. Ал енді қатыспайтындары олар деген қоғамдық жұмыспен айналысып, өздерінің қолдарын қол ұшын беріп, оның ішінде студенттер, жастар, мысалы деген біздің деген мына өзге ұлттың жастары бұл жерде үлкен бастама алып отыр. Жаңа қатысып, үлкендерден біздер айтамыз, үлкенмен байланыс, үлкен буын мен кіші буын, ортаңғы буын байланыс жасап, тәжірибе алмасу өте жақсы қойылған бұл біздің ассамблеяда. Бір-бірін тәжірибе алмас. Ал енді әрине бұл жерде деген енді ешкімге алақан жайып, маған бер деген ондай мәселе қойылмайды. Әрине бәрінің артында еңбек жатыр, оның артында ізденіс жатыр. Сол тек қана ізденіп жүрген азаматтарды мысалы деген теледидарға шығарып, өзіміздің республика деңгейде өтіп жатқан шараларға қатыстырып жіберіп, жақында да мінекей республика деңгейде өте жақсы өтті тіл мектебі деген шара, мектеп бір жұмалық. Соған біздің деген орыс мәдени орталығынан, неміс мәдени орталығынан өкілдері жастар барып келіп бірталай мағлұмат жинақтап, енді сол барған мұғаліміміз ары қарай осы жерде жұмысты жалғастырады. Сосын деген блогерлік жұмыс, соған курстарымыз болды. Бұл жерде де деген жақсы деген мағлұмат алып, өздеріне қолдана білді. Қолданатындары, мысалы, соны қызықтырып, өздері мақсат қойған жастар оның бәрін істеуге болады. Және те деген мына деген аудармашы деп жаңа курс болды. Ол жерде де аудармашы болу оңай емес, тіл білгенмен аудару ол қиындыққа соғады. Әсіресе бізде ассамблеяда өте жақсы қажет нәрсе. Себебі деген біздер өзге ұлттармен істегесін, әрине көпшілігі жаңа қазақ тілін жетік меңгерген деп айта алмаймыз. Сондықтан біздің шараларымыз 50-50, бұрын егерде 100% орысша болатын болса, әлгі сол өзге ұлттарды құрметтейміз деген бағытта. Қазір деген 50-60 деген сияқты шараларымыз өтіп жатады. Қазақшасын кешегі сессияда көрдіңіз өзің. Жартысы қазақша, жартысы орысша болды, 50-50. Мінекей бұл да жайлап-жайлап біртен-біртен келе жатқан жетістіктеріміздің бірі. Сондықтан да әрине болашақта жұмыстар өте көп, қателеріміз де бар, ескеріп, соны түзеп те жатырмыз, ізденісте барлығы болып жатыр. Бірақ та деген ассамблеяның жұмысы жоққа шығаруға болмайды, тоқтатуға болмайды. Бұл деген үлкен күш, бұл деген үлкен бір пайдасы бар, сондай бір жақсы институтқа айналып отқан бүгінгі таңда ассамблея жұмысы көрініп тұр қоғамда деп айтқым келеді. Жақсы, енді жұмысыңызға енді келгеніңізге көп рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп жұмысыңызға табыс тілеймін. Алда ассамблеяның толығырақ біледі деп ойлаймыз. Осы бағытта айтылған мағлұмат арқылы дейсіз ғой. Осы толық мәлімет алды деп ойлаймын біздің көрермендер. Тек қана жарқын күнде кездесе берейік. Рахмет. Қазақстан Халқы Ассамблеясы каналының көрермендері, осымен Қазақстан Халқы Ассамблеясы немен айналысады, жалпы қандай жұмыстары бар, толығырақ білдіңіздер деп ойлаймын. Егер де тағы сұрақтарыңыз болса, төменге комментарийға қалдырыңыздар сұрақтарыңызды, біз міндетті түрде жауап беретін боламыз. Алда әлі талай жобаларымыз бар, тек бізбен бірге болыңыздар.